Всем привет, достар! Қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен мынандай форматта бірінші рет жүргізейін деп жатырмын. Сондықтан да көп сынамай, көп сөкпегендеріңізді сұраймын, иншаллах. Мен бүгін осы тақырыпты алғым келіп отырып, бақыт туралы да. Бақыт дегеніміз не деген бір тақырып. Мені қатты қызықтырады бұл, себебі мен бала күнде көп ойлайтынмын бақыт деген. Мен бақытты болсам екен деп та, ол деген не деп көп ойлайтынмын. Аллахтан мен көп сұрайтынмын, мен бақытты болсам екен деп. Анау бір бар ғой қазақта. Маңдайыңа бақыт жазылса бақытты боласың, маңдайыңа жазылмаса. Мен сол кезде айнаға қарап, мен маңдайымда бақыт деген жазу бар деп өзімді өзім сөйтіп мотивация беріп, өз-өзіме сөйтіп жасайтын едім да. Қазіргі таңда психологияға келіп, түсіндім, ол оказывается визуализация жасау ғой енді. Визуализация жасау, мен көзімді жұмып, көп осындай бір бақытты кездерімді көп еске алатын едім. Дүниеви бақытты, іштей бақытты, сондай бір көп еске алатын едім. Сондықтан да маған бұл тақырып өте қызық. Мен ойлаймын, что басқа адамдардың барлығына қызық нәрсе деп та, бұл бақыт деген. Сол бүгін мен мынандай уағыз тыңдап қалдым. Бақытты неге мен бақытты алып жатырмын да? Біздің ойлайтын нәрсеміз өмірде көп қой, но именно мен бақытты алып жатқан себебім бүгінгі мені триггерлейт еткен нәрсе, ол Ерлан Ақатаевтың уағызын тыңдап қалдым. Бақытты қазіргі таңда көпшілігі дүниелік нәрсемен салыстырады дейді да. Яғни сенде басыңда сынақ болмаса, сенде бір дүнияви заттарың барлығы толық болса, яғни күшті болып жүру ол бақыт деп көп адамдар сол нәрсеге сендіріп, сол нәрсеге үйретіп жатыр, және адамдар өзінің бақытты бақытсыздығын сол адамдардан білім алу арқылы сонымен өлшеп, іштей өздерін жеп, менде бір нәрсе дұрыс емес, мен бақытсызбын, Аллах тағала мені жақсы көрмейді деген нәрселерге кетіп жатыр деп сөйтіп айтқанын естідім. Енді қараңыздар, мына нәрсені маған бүгін прям жаңалық болды. Бақыт деген ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең бақытты адам дейді. Бірақ ол кісі бақытты бола тұра, дүниеви жағдайы оның вообще почти болмады да. 3 күнде бір нан жейтін болған, ақ нанды да, мысалы, ішіне тас байлап алып жүретін болған. Одан кейін адамдар оны таспен атқылаған. Одан кейін оның 2 ұлы қайтыс болған. Өзінің көз алдында 3 қызы, қателеспесем, 3 қызы көз алдында кеткен. Өзінің сүйікті Хадиша анамыз әйелі, мысалы, одан айырылған да. Осындай нәрселер өте көп та. Жаңа уағызда айтып жатыр, то что біз егер бақытты адамның бақытын дүниеви жағдайға байлайтын болсақ, онда адам баласы әрине қазіргі өлшеммен өлшейтін болсақ, онда бақытсыз болады да. Мен ойым шашып кетті ғой. Вот осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бақыттылығы ол дүниеге байланбаған. Яғни адам баласының бақыттылығы ол дүниеге емес. Бұл жерде енді тұжырым жасайтын болсақ, жүрекке байланған да. Яғни сенің жүрегің Аллахқа бұрылып тұрса, сенің иманың болса, сен ол кезде не істейсің? Барлығы Аллахтан, жақсылықты Аллахтан, жамандықты Аллахтан деп біз жүрегімізге салатын болсақ, сол нәрсені тіпті жүрекке салу деген ол денемен сезіну деген нәрсе ғой. Ал егер сен ойда біліп тұрсаң, ол нәрсені Аллахқа ғана байлау керек екен. Бірақ сен бір дүниең болмай жатса, тревожностьқа түсіп кетесің, денеңмен барлығымды уайымдамайын десең де уайымдап кетесің да. Осы нәрсені жүрекке салу арқылы біздер не істейміз? Сол кезде барып адамның жаны тыныштықта болады екен. Мына дүниемен гоняться етіп, осы дүниеге жүгіріп, болмай жатыр, істелмей жатыр, значит, Аллах тағала мені жақсы көрмейді деп бір күйбелеңге түсіп кетеміз да. Осы жерде жаңа ұстаздың айтқаны, біз уайымдау керекпіз, егер бізге сынақ келмей жатса. Барлығы күшті болып кетті. Менде неге күшті болып жатыр барлығы деген, наоборот, керісінше сторонаға тұру арқылы біз өзімізге сұрақ қойып, бізде не дұрыс емес болып жатыр. Біз Аллахтың жолында нені дұрыс жасамай жатырмыз деген нәрсені біз өзімізге сондай сұрақ қою керек екенбіз, мұсылман ретінде. Енді бақыт деген мен 34-ке келіп түсінгенім, бақыт деген ол дүниелік нәрседе емес, как раз таки да. Әрине, сенің өзіңнің жаныңның қалайтын бір жайлылығы болады әр адамның. Сол жайлылықты біз ұстану арқылы, сол жайлылыққа жету арқылы жанымыз жай табады. Егер біз ол жайлылыққа жетіп алғаннан кейін шүкірсіздікте болатын болсақ, шүкірсіздік деген как раз біз қазір Инстаграмға кіреміз, біреудің өмірін қараймыз, ой, менде ондай болмай жатыр, ой, мен осы жыл осыны қалап едім, болмай жатыр деп, өзіміздің денеміз, жанымыз, сенің жаратылысын қалаған тыныштыққа, жайлылыққа жетіп тұрсаң да, сен айналаңа шашырап, қарап, әркіммен өзіңді салыстырып, уже өзіңнің тыныштығыңды өзің кетіріп аласың. Бұл жерде жаңағы Ерлан Ақатаев ұстазымыздың айтқанындай,
не жатыр бұл жерде? Бұл жерде тыныштығы емес, уже сенің ішкі жан дүниеңнің мазасыздығы, мынау өзіңді сол сыртқы әлеммен осындай болса мен бақытты боламын, осы нәрсе болса мен бақытты боламын деп әр жерден көріп алған өзіңнің бір идеализацияларың жатады да. Сондықтан да мен айтарым, бақытты болу үшін адамға көп бір өзінің айналасынан көріп алған дүниелері емес, именно өзінің бір осы жанын түсіну өзінің. Мен айтар едім, как психолог ретінде да, жаныңды өзің түсіну, не сезіп тұрсың, мен не қалаймын. Кейде адамға бір кесе шай да, бір кесе су да бақытты қылады да адамды. Білесіз бе, ораза ұстаған кезде бір стакан су ішсең, сен қандай бақытты боласың да. Сол сияқты сенің жаныңа, тәніңе не керек, сен өзіңді сезіп білген кезде, өзіңнің қалауыңды, ішкі жан дүниеңді сезіп, оны түсінген кезде, сенде осы кезде бақыт болады да. Осы кезде сен прям күшті нәрсеге жетесің да, иншаллах. Сондықтан да мен айтарым, бақытты болу үшін бақытты айналадан іздеп керек емес, сен өзіңнің жан жағыңдағы отбасың аман болса, мынау дене мүшең, жаның тыныш болса, аман болса, сау болса да, вот осының өзі үлкен бір нығмет, біз бағалай бермейтін, жаңағы қолда бар алтынның қадірі жоқ дегенде, именно осы алтын нәрсе, біздегі осы алтын нәрсенің қадірін біз білмей жатамыз. Осы нәрсені біз шашып алып жатамыз, сосын барып сен анау иллюзиямен адамдар көбіне аспанға ұшып, неше түрін ойлап, неше түріне жетем деп, сосын барып астаға түсіп денсаулығын жоғалтқан кезде, жерге құлаған кезде, баяғы отырған орнына түскен кезде, эмоционалдық тұрғыда, сол кезде адам есін жиып жатады. Бұндай жағдай әрине менде де болған, мен басымнан өткізгенмін ондай нәрсені. Сондықтан да мен айтып жатырмын. Сондықтан бақытты болғыларыңыз келсе, қарапайым нәрсе, қара судың өзіне шүкір етіңіз, осындай бір үйіңіздің барына шүкір етіңіз, және шүкір ету арқылы біз Аллахтың разылығына бөленіп, одан да үлкен нәрселерге жете береміз, иншаллах. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Я вас жду.